Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Псибаев Асел Ерназарқызы. Жас маман күнделігі жобасы аясында ұйымдастырылып отырған менің бір күнім атты айдармен бөліспекпін. Ендеше кеттік. Әрбір жаңа күн бұл мен үшін жаңа мүмкіндік. Қолымда кітап, көңілімде шәкір. Ұстаздық бұл жай ғана мамандық емес, бұл менің жүрек қалауым. Алдымда шәкірттерім, менің басты міндетім білім беру ғана емес, шәкірттерімнің жүрегіне сәуле шашу. Ал сабақ менің шығармашылығым. Ендеше менің сабақтарымнан үзінді. Ал саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңыздар. Сабағымызды бастайық. Ендеше үй тапсырмасына дайындалыңыздар. 1-2 минут уақыт берейік. бар екен? Шығыла келе ғой. Мұғалім тек сабақ беріп қана қоймайды, сонымен қатар оқушыларды сабақтан тыс уақыттарда біз түрлі іс-шараларға, жарыстарға, олимпиадаларға дайындаймыз. Бүгінгі бізде Абайдың әдеби мектебі тақырыбында ғылыми жұмыс жасау, соған дайындық. Ендеше кеттік. Ғылыми жобаға дайындық бізде, соған материал жинастыруымыз керек. Сабақтан бос уақытында мектебіміздің кітапханасына келіп, көптеген кітаптарды оқып, осында танысамыз оқушылармен бірге. Енді қазір менде оқып жатқан Мұхтар Әуезовтің "Қорғансыздың күні" әңгімесі. Бұл кітапты қанша рет оқысам да мүлдем жалықпайтын әңгімелердің бірі деп айтсам қателеспеген болар едім. Жалпы қайталау бұл білімнің атасы емес пе? Осы менің бір күндік жұмыс күнім аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын.